Аманғали Сыпабеков. Бәрекелді кешімізді одан әрі жалғастырамыз. Одан әрі жалғастыратын алдарыңызда өзінің білмеймін наразылығымен Шиман апамызды ортаға шақырайық. Қарсы алыңыздар. Бері қарай жүріңіз, апа. Жанып тұр ғой мына жақ қойы бар. Апа, бері қарай, рөлді бұрыңыз. Қайда кеттіңіз, мұндаққа? Мынау телевизорлерін күшті күн. Бісміллә, құлап қаларым. Ұстасай! Жүріңіз. Неге шығып кеттіңіз? Қалай шығып кеттіңіз жақта? Білмеймін, мына осы жақтан шықты. Білмеймін, мына жерде тоққа түсіп қаласың, мына жақтан шықты деді ғой. Мына көйлегіңіз шешпейді екенсіз, апа. Осы көйлегіңіз шешпейді екенсіз дейм. Үйден шығармасаңдар не істейм шешіп? Бар, жақсы көйлектерім бар. Бірақ трибунан неге сұраттыңыз? Мен бүгін осы сендерге ренішімді айтайын деп, өкпемді айтайын деп шықтым. Шаршадым сендерден, бәк кет. Кеттің! Бұл жер тұра берейін? Ай, кеттігінде. Бол, жақсы. Мына көйлекті тастамайсың дейді, ананы тастамайсың дейді. Мынаның бар ақшаға келген зат қой, қалай тастаймын мен. Бар, жақсы көйлектерім бар, оны үйден шығармасақ қаяққа кием. Бұна балаға келем, бұл үйден шығармайды. Далада үсіп өлесің деп. Ана Өскемендегі балаға барам, ол да үйден шығармайды. Қарағандыда қызға барам, ол да үйден шығармайды. Хорошо, что жас кезімде байға шығып алдым деп ойлаймын, не болды. Мына ауылда тым жақсы тұрып жатқан жерімнен осы қалаға алып келді. 2 бөлмелі үйге қамап қойды. Мынаған келем, мынау бала бақтырады, анаған бөлем, анау бала бақтырады. Ана қызға барам, анау да баласын бақтырады. Білмейм, таңнан кешке дейін бала бақып отырым. Ауылда тым жақсы әже едім, мына жаққа келіп тіпті нәңкі дейма, мәңкі дейма бірдеңе болдым. Таңертең үйіп әкеліп тастайды, баланың арасында орыс балалар жүреді, садиға шығып қойған ба. Түсінбейін, кешкісін алып кетеді, әйтеуір. Қызға барам, қызда бала бақтырады. Ана Ақтөбедегі балама барсам, ол кілем қақтырады. Алматыдағы балам жақсы, қайта анда-санда единце лақтырады. Мына балалардан шаршадым мен. Мына ауылда тым жақсы тұрып атқан жерімнен қалаға алып келіп қойды. Былтыр туған күнім болды. Ақтөбеде бір құдағиым бар. Сол құдағиым риза болдым, ай құдағиым. Құдағи деген жақсы ғой қазақтың. Ойбай келіптік сыйлықты дейтін. Камзол алып келді, кимешек алып келді қолыма. Сақина білегіме білезік, мойныма, құлағыма, сырға, алтынмен аптап, күміспен қаптап пыстат ойлап қоям. Мұрныммен кіндігімді де тесіп алғанда келеді екен деп. Мына бізде айтатын еді, біздің бал шаманымызда. Мен саған кемпірлер отыр ғой. Қызды 40 үйден тыю деп. Білмеймін, кемпір болғанда мыналар 80 жерден тыйып пыстат. Әкелді отырғызып қойды, осыларға қараймыз енді, не істейміз? Балалардан рақат көреміз ба десек, дұрыс қой, енді рақат. Білмеймін, рақаттың өзі көрінбей кетті ғой қазір. Мен шаршадым балалардан, ана кемпірлер қосыласындар ма маған? Жоқ па? Бар ма? Ес? Жоқ, қайдан білейін? Тармаст етіп отырсыңдар ғой. Мен партия құрайын. Шаршадым жастардан. Кемпір шалдар қосылатындарың болса, дұқтарың жетсе шығыңдар бері. Шаршадым тіпті. Қосыласындар ма? Менің партиямның аты Қартия. Қарт үйа. Қосыласындар ма, кемпірлер кіресіндер ма? Менің партияма кіру үшін 8.000 теңге. Бір кемпір кіреді, артынан 2 кемпір ілестіреді, 2 кемпір, 2 кемпірден пирамида қыламыз ғой үшін.
Ана бірінші кірген кемпірдің 8.000 теңгесін қайтып береміз, екі кемпір ақ келсе. Бай, менің құрып жатырған партиямның мақсаты келіндер айналайын. Бірінші, баланы тусаңдар өздерің үшін туыңдар. Бізге бақтыру үшін тумаңдар. Тудыңдар ма өздерің бағыңдар, шаршадым. Сендердің байларыңды баққанымыз аз емес. Мына келін алсаң қолың ұзарады дейді, енді ұзарады ғой, ұзаруын. Ұзарғанмен не керек тілің қысқарғасын. Баяғыда біз келін болып түскенде енемізден қорқатын едік. Қазір келіннен қорқатын болдық. Келіндер айналайын. Біз құсаған кемпір болыңдар, күлсен кәріге күл дейді, ақ жаулықты ана болыңдар, балаларыңды өздерің туып, өздерің бақыңдар. Бұл бір. Екінші, тойға шақырсаң күндіз шақыруды қойыңдар. Бір-екі бауырсақпен екі кесе шай беріп, алдап бұлаққа тепкенді. Бізді кешкісін жастардың арасына шақырыңдар, бізді билейік қызыл өрікке. Жоқ білмеймін, күндіз шақыратта бір-екі кемпірге бір-екі кесе шайын береді де жібереді. Кешкісін шақырат, бір 20 шақты кемпірді. Біреуің сөйле деп, біреуіні қосылады да, отырғызады бір ұшқа. Білмеймін, дүңгір бір музыкаларға жүніріп билеп жатады. Дұрыс па? Іштеңе айта алмай өтсің ғой. Келінге сынып қалғансың ғой. Жоқ шынымен ғой. Сосын ана тойда тойбастар тарататын пакетті, майышқы пакет таратуды қойыңдар. Берсеңдер, норман 25 килограммдық норман пакет, чар пакет беріңдер. Салатты тарелкісімен, алманы вазысымен салып алайықта. Ана кемпір риза болып отыр. Дұрыс па? Салғаннан кейін дұрыстап салып алу керек қой. Кемпір шалып тек бата берген кезде, пенсия алған кезде жетіп келесіңдер. Бұл екінші. Үшінші. Мына аялдамада тұрсаң, келе жатқан автобустар тоқтамай өтіп кетеді кемпір шал көрсе. Ақша төлемейді пенсионерлер деп. Автобусқа кірсең өтірік ұйықтап отырады. Ұйықтау дегенді қойыңдар. Орын беріңдер. Шал келді ма, кемпір келді ма, беріңдер. Сосын, ойбай қазір мына кемпірлерге айтайын. Есіме түсіп жатыр. Кемпір шалды бостан-бос бұлар бақпайтын болыпты. Салық төлем, налог төлемес үшін бағатын болыпты бұлар. Білмеймін, өткенде 2 апта бұрын халыққа қызмет көрсету орталығына бардым. Менің атымда не бар? Білейінші деп. Білмеймін, мынадай қағаз шығарып берді. Апа, сіздің атыңызда мына заттар бар деп. Үйге келіп оқып отырсам, Лехус 570 дейді. Менің атыма жазып қойыпты. Не бұл Лехус деген? Оны түсімде де көрген жоғым. 570 дейді, білмеймін не ол. Ағында қарасында жазып қойыпты. Коттедж дейді. Не деген сұмдық? Бір магазин дейді, дүкен. Налог төлемес үшін бағатын болыпты. Шал бар ма? Шалың бар ма дейін? Отправил. Кетті. Бәріміздікі де кетіп қалған. Әйтеуір білмеймін. Ертерек кетті ғой. Со жақ жақсы дейді шығар, білмеймін. Кеткен адамдар келіп атқан жоқ қой, жақсы шығар. Ал енді айналайын. Менің партияма қосылам дегендерің. Кемпірлер маған хабарласатындарыңды білесіңдер ма? Агентте барсың ба? Твиттерде барсың ба?
Фейсбукта ше. Непонятко болып отырсың ғой. Енді маған хабарласыңдар. Мен агентте бармын. Шиман .28 собачка.mail.ru. Мына айналайын балаларым. Мына сөзімнің соңында айтарым, қарттарды сыйлаңдар. Қарты бар үйдің қазынасы бар дейді. Әрдайым мына нәкені, шешені, атаны, әжені сыйласаңдар, жаман болмайсыңдар. Өздеріңде жарығым ұл өсіріп, қыз өсіріп отырсыңдар. Бақытты болыңдар. Елімізде бірлік болсын, тірлік болсын. Аман бол халқым, аман бол. Кентал деген балам бар. Берген.